Достар, каналға тіркеліп лайк бас, комментарий жазатқандарына от души. Достар, видео басталмас бұрын описаниеға тсақ кететін менің инстаграмыма тіркеліп лайк бас, поддержка саларыңыз сұралады, және де дайректке комментарияларыңыздың скрин лақтырсаңыздар, видеоға шығуға көп мүмкіндіктеріңіз бар. Аға, бетіме кіріп нейді шығып алсай, бір нәрсе айтайын дегенім ғой, папа ремонтқа деп берген 2000 теңгесін жоғалтып алың. Топас, дұрыс қыпсың енді. Енді тыңдасай до конца, сөйттің да, папа ұрыспасын деп үйде бүкіл темірді өткізіп құтылып тастадым. Ей, молодец, ей, жаным, әшейді жаным, молодец. Не деп өткіздің? Сен машинаның шарқын, мотор, патронын бәрін өткізіп. Айо, ише, топас. Ертең капотқа сені сап қоямын, отырасың, деп. Түсіндің ба? Басын істеймін сені, құр кетпа зарядчик деп бар. Зарядчик, қақтан білем мен зарядчик. Соңғы рет сен алдың ғой, мен жоқ. Мен ағаңды жоқмын сен. Ит байлап қойдық оған. Сен басын істеймін сені? Үйде жіп бар емес, соған байламайсың ба? О, жіп болса емес. Не істеп жатыр екен жіп? Жіпке папа соткысын зарядке қойып қойған. Четкий менің мұратым, әр сөзімді ұғатын, любой жерде. Ағай, қараңдаршы, біздің ағай качок енді. Ит суқаларын қараңдаршы, тік суқаларын қараңдаршы. Денет, ағай. мына жерге ең алдымен тақта керек. Енді мен дәрімді ішіп алайын, ә? Ағай, дәріңіздің иісі шығып тұр ғой ағай. Сондай иісі бар дәрі де өзі. Мас болып қалмаңыз. Сондай мас қылатын дәрі да соң. Ағай, сосын. Көтің қысы. Кім сабаққа дайындалып келді? Уразбаев? Дайынмын мен ағай. Молодец, сұрамаймын сенен, көрініп тұр. 5 сағат. Ертең сабағыңызға да дайынмын. Ертең де 5 сағат. Ар күніне де дайынмын ағай. Ар күн сабағым жоқ мен. Мана соңғы партаға ұятсыз суреттер сатып кетіп жүрген. Сіз ғой ағай. Өшіріп болмайсыздар ма? Мен ұмытып кете беремін ғой, білесіңдер ғой. Айбек, кезінде қазақтар жоңғарларды қуғанын білесің ба? Білем ағай. Сен не қалып қойдың ба не? Так, балалар, ертең менің туған күнім, маған не сыйлайсыңдар? Біреуіңді 3-ке шығарған емеспін. Даже 4-ке, даже 5-ке де шығармаппын. Бәріне пытырлатып, екі қоя бердім. Что-то сыйлық жоқ сияқты, жарайды. Fuck you, man, жарайды. Бір кофе кетпейші? Сосын ана, фрифайға кірсеші маған бір қаттыр жүйікті. Директорға шақырдыңыз ба? Кірсе, қалжан. Қалжан, не үшін шақырған біліп тұрсың ғой? ұбт болса жақындап қал. Сен дайындалып та жүрген жоқсың ғой? Қалай дайындалып жүрмін ағай? Айтшы ал, қазақ ханды қашан құрдың ба? Қазақ ханды ғой, бұрында құрылды ғой, сонда бір несі бар? Қалжан, былай қылайық. Менің СКТУда таныстарым бар, мал дәрігерін оқып ал, бүкіл ауылдағы малдың бәрін емдейсің, сенен асқа бай жоққа ойлансайшы. Ой, жақсы екен ағай, ә? Сіздің балаңыз как раз менімен оқиды ғой, соны берсеңіз СКТУға. Сөйтіп өздеріңіз бай беріңіздер, жүре береміз ғой. Сөзге түсінбейтін бәлекесіге бесағалин, ертең жүресің ғой, ұбт-да өте алмай, проходына алмай. Мен сен жақсы болсын айтып едім ғой. Ертең жүресің, үйіндегі малдың бәрін сатып. Ой, мен ойламай қойыңызшы ол. Ертең мен кетсем, ана малды ешкім қарамайды, бәрібір сату керек болады. Қысқасы, сен ұбт-ға бармайсың. Барам ағай. Қош ебір, қош. Ағай, костюмі жарастыр. Қошай! Келдік, братишка. Рахмет аға. Анау приложениеден 5 деген баға қойшы маған. Маңызды ма ол? Маңызды мен үшін. Анау водитель был маске дегенді басшы. Братан, сенде маска жоқ қой? Бас! Водитель был маске дегенді. Сосын, братишка, анау чистая машина дегенді басшы. Чистоплотный водитель дегенді. Чистая? Ол жақсы аға ода. Бергел, ей. Ана, хорошая музыка дегенді бас анау. Музыка болған жоқ қой аға? Ұнады ма? Иә. Басса енді хорошая. Жақсы аға онда. Хорошая беседа дегенді бас. Хорошая. Біз әңгімелеспедік қой аға. Бас! Ауырды ма? Иә. Хороший удар дегенді бас. Бастым аға міне. У него хороший бар, кете бер. Жақсы аға, жолыңыз болсын. Мың жынды класстастарым. Апай, мағыл бүгін сізге сыйлайын дедім. Оны кеше Айданаға беріп жатыр едің ғой? Просто Айдана жүрмейміз дейді қайттан алып алдым. Сонда әкел бер. Мен жүрем Айдана. Айдана? Мал. А чё Мақпал кеше ешкім сыйлық бермеді ма не? Мал, сен қызың ғой, сен беру керек. Иә? Ренжімеш потом мен кеше ауырып қалдым. Однажды Пабло Пикассо. Мал не алып біліп отырсың, Пикассо деген не екенін білмейсің. Сол білмегесін біліп жатырмын ғой. Пикассо.
Пико. Медет сен орыс тілден үшке шығасың. Ой, почему, ага, я же знаю на русском. Жарайды, сен төртке шығасың. О, ага, я же знаю все падежные, именительные, существительные, слова все знаю. Болды, мейлі, сен беске шығасың онда. Рахмет ағай. Асқар, сен үшке шығасың. Слава шүкір ағай, шүкір. Үшке шүкір. Екіден екенізді айтыңыз. Қалайсыңдар? Не істеп тұрсың? Темекіні қойып кеттім ғой. Қош? Красавчик, родной, молодец, Сында. Арада 10 минут өткен соң. Малсыман не аны? Темек қой? Қойып кеттің де аңайда? Мен столдың үстіне қойып кеткен ғой үйде. Ой, бәлі, өстеді ғой. Жоқ, родной, бірақ темекіні қоям десем бар ғой. Смело қойып кетемін мен. Қой, шей. Родной, Жақын достарым қасымда. Гайкос. Вечерге барамыз енді. Ұялмай. Досыңның әңгімесі. Сендер ішіп жүрген 3000 теңгелік арақ бар ғой. Соны біздің ресторанда 15 мыңнан сатады ғой. Екеуі бірдей айтпесе. Алдында ресторанға Қайрат Нұртас келеді ғой. Қош бақын. Дағы өзім айтам көрдім да баратын. Суретке түсіп алдым да. Бар ма ол? 31 декабрь сменге түсіп қалған ғой, короче. Бәріміз маспыз ғой. Сменге дейін маспыз. Повар, кухня, бәрі хлам ғой. Короче, алдында барып сумкаға салып, тектені салып шығады. Тексермей ма баратын? Тексереді ғой, кәте таныс ғой. Просто ұсталсаң шығасың. Ұсталсаң шыға жібереді. 23 қай күнге түсті? 23 Среда ғой. Айдостың тойы бар еді, орнына адам табу керек еді. Серьезный мужиктар келіп отырады ғой. Не обслужить етем ғой. Кетіп баратқан кезде. Мәлі 20 мың тастап кетеді. Басар. Үстінен 70 мың қосып өзім төлеймін ғой ше. Қош? Серьезный мужиктар, пистолеттер.